Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, бүгін пизза рецептісімен бөлісетін боламын. Біздің пиззамызды дайындамай тұрып, біздің ыдысымыз бен миксердің венчиктары таза болу керек, оларды дұрыстап жуып, құрғатып алуларыңыз тиіс. Ең алдымен жұмыртқаларымыздың ақ уызын сары уызымыздан ажыратамыз. Содан соң біздің ақ уызымызды миксердің ең жай жылдамдығында осындай аппақ көбікке дейін миксерлейміз. Енді біздің массамызға қантымызды аз-аздан сала отырып, миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз. Біздің массамызды ұстағанда қанттың түйіршіктері сезілмеу керек. Енді біздің массамызға лимон шырынын құйып, қайтадан бәрін жақсылап араластырамыз. Біздің ыдысымызды аударғанда массамыз төгіліп кетпеуі қажет. Енді біздің безелерімізді кондитерлік қапшықтан өткізіп, үстін молынан қантындағымен себеміз және 100 градуста 1-2 сағат кептіреміз. Мінекей достар, біздің безелеріміз дайын, олар осындай дәмді, өте қытырлақ болып шығады. Сіздерге 100% дайындауға кеңес беремін. Безелерді өздеріңізге шайға да немесе торттың әсемдеуіне дайындасаңыздар болады. Ал егер осы видеоны ұнаса, лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.